Өнеркәсіптік электроника 13-ші дәріс. Тақырыбы: фотодиод, фотоэлемент, жұмыс жасау қағидалары, қолдану аясы. Дәрістің мақсаты: фотодиодтар мен фотоэлементтердің жұмыс принциптері, олардың құрылымы мен қолдану салалары туралы терең түсіну, осы құрылғылардың физикалық негіздерін, олардың жарықтан электр энергиясын өндіру процесін түсіндіріп, заманауи технологиялар мен инженердағы рөлін бағалай алу. Лекция барысында фотоэлементтерді әртүрлі тұрмыстық және өнеркәсіптік жүйелерді пайдалану мүмкіндіктерін зерттеп, олардың жарықпен әсерлесу принциптерін түсіну. Кіріспе: жарық энергиясын электр энергиясына түрлендіретін элементтердің бүгінгі таңда ғылым мен техниканың түрлі салаларын кеңінен қолдануда. Олар элементтерге фотодиодтар мен фотоэлементтер жатады. Олар күн сәулесін, жасанды жарық немесе инфрақызыл сәулені қабылдай отырып, белгілі бір электрлік жауап береді. Фотодиод бұл жарық сәулесін электр тоғына түрлендіруге арналған жартылай өткізгіш құрылғы. Ол жарықтың әсерінен электр тоғын өткізетін жартылай өткізгіш аспап. Ол жарық энергиясын электр энергиясынан түрлендіреді және жарық сезгіш элемент ретінде жұмыс істейді. Және көбінесе кері қосылған күйде қолданылады. Яғни оған сырттан жарық түскенде құрылғының ішкі процессоры арқылы тоқ пайда болады. Бұл тоқтың шамасы жарықтың қарқынына тікелей байланысты. Фотодиод жартылай өткізгіш құрылғы. Оның негізінде ПН өткелі бар. Жарық түскен кезде фотондар электрондарды қоздырып, электрон тесік жұптары тудырады. Бұл жұптар электр өрісінің әсерінен қоздырып, электр тоғын тудырады. Жарық неғұрлым күшті болса, соғұрлым жоғары болады. Кері бағыттағы кернеумен қосылады. Негізгі режимі фотогенерация режимі. Жұмыс істеу қағидасы: фотодиод бұл ПН ауысуы бар жартылай өткізгіш диод. Қараңғыда ол кәдімгі диод сияқты жұмыс істейді, ал жарық түскенде жарық фотондар жартылай өткізгіш атомдарынан электрондарды жұлып шығарады. Пайда болған электрондар мен тесіктер ПН ауысу аймағына бөлініп, сыртқы тізбекте тоқ туғызады. Жарық ағыны күшейген сайын тоқ күшейеді. Сипатталатын формуласы: ИФ тең болады ИQ қосылған ИЖ. Бұндағы ИФ фототоқ, ИQ қараңғы тоқ, ИЖ жарық әсерінен пайда болған тоқ. Келесі: артықшылықтары: жауап беру жылдамдығы жоғары, өлшемі шағын, сенімділігі жоғары. Фотодиодтың құрылымы: фотодиод негізгі құрылым жартылай өткізгіш материалдан тұрады. Оның ішінде басты элемент ПН ауысу. П және N типті жартылай өткізгіштің қосылуы. Құрылымдағы әрбірі бөлек маңызды рөл атқарады. ПН ауысу фотондардың әсерінен электрондар мен кемтіктердің пайда болатын жері. Жарық өткізетін терезе, жарық сәулесі осы бөліктен құрылғы ішінде енеді. Бұл әйнек тәрізді мөлдір қабат болуы мүмкін. Корпус және линза кейбір фотондарда линзаға жарықты фокусқа түсіріп, сезімталдық арттыруы үшін қолданылады. Жұмыс істеу қағидасы: фотодиодтың жұмысын толық түсіну үшін жарық пен жартылай өткізгіш өзара әрекет ететінін қарастырайық. Фотондар әсері: жарық сәулесі фотодиодтың ПН ауысуына түседі. Егер фотонның энергиясы жеткілікті болса, ол атомдағы байланысқан электрондарды босатып, электрон кемтік жұптарын тудырады. Электр өрісі әсері: ПН ауысу аймағында ішкі электр өрісі бар. Олар электрондарды N аймақтан, ал кемтіктерін P аймаққа қарай тартады. Бұл бөлінген заряд тасымалдаушылар кері бағыттаған тоқ тудырады. Жарық қарқындығы: жарық неғұрлым күшті болса, соғұрлым көп фотон түсіп, көп электрон кемтік жұбы пайда болады. Демек, тоқ күші де артады. Яғни фотодиод жарықтың қарқындығын өлшей алатын құрылғы ретінде жұмыс істейді. Фотодиодтың қолдану аясы:
Фотодиодтың сезімталдығы мен жылдам әрекет ету қабілеті оларды көптеген салаларды пайдалануға мүмкіндік береді. Бірінші, фотоэлектрлік датчиктерде қарапайым жарық деңгейді анықтайтын құрылғылар, мысалы автоматты шамдарды қосып өшу жүйелері. Өндірістік желілерде заттардың болуын анықтайды, арналған сенсорлар арқылы жұмыс істейді. Өлшеу құрылғылары, люксометр, жарық өшіру құрылдары, медициналық құрылғылар, мысалы қан құрамын талдайтын оптикалық құрылғылар. Оптикалық байланыс жүйелерінде, талшықты оптикалық байланыс жүйелерінде фотодиодтар аппаратты қабылдаушы ретінде қызмет етеді. Жарық сигналын қабылдап, оны электр сигналына айналдырады. Төртінші, қауіпсіздік және дабыл беру жүйелерінде, мысалы жарық перделерді өндірістік қауіпсіздік құрылғыларында қол немесе бөгде зат өткенде сигнал береді. Қорғаныс сенсорларында қолданып, жарық деңгейінің өзгерісіне байланысты сигнал береді. Келесі элемент фотоэлемент. Фотоэлемент бұл жарық энергиясын қабылдап, оны электр энергиясына түрлендіретін құрылғы. Ол жарық түскенде электр қозғаушы күші немесе электр тоғын тудырады. Фотоэлементтер жарықтың бар жоғын, жарық қарқындылығын анықтауға немесе жарықты электр энергиясына тікелей айналдыруға арналған. Кейбір фотоэлементтер жарық әсерінен өткізгіштігін өзгертсе, мысалы фоторезисторлар. Басқалары жарық түскен кезде тоқ немесе кернеу тудырады. Фотоэлементтің негізгі екі түріге бөлінеді. Ол біріншісі вакуумдық фотоэлемент, электрондардың вакуумда ұшырау арқылы жұмыс істейді. Екіншісі жартылай өткізгіш фотоэлемент, фотодиодтағы ұқсас принциппен жұмыс істейді. Фотоэлемент жарықтың әсерінен фотоэффект құрылысын пайдаланады. Фотоэлемент эффект кезінде жарық фотондар заттың бетіне түсіп, электрондарды босап шығарады, нәтижесінде электр тоғы пайда болады. Келесі, жұмыс істеу қағидасы. Фотоэлементтердің катодында жарық түседі. Фотондар катод бетінің электрондарын жұлып шығарады. Электрондар анодқа қарай қозғалып, тізбекте электр тоғын тудырады. Тоқтың шамасы түсетін жарықтың қарқындылығына пропорционал. Келесі, фотоэлементтердің жұмыс істеу принципі. Фотоэлементтердің жұмысы жарық фотондар мен жартылай өткізгіш материал арасында өзара әрекетке негізделген. Негізгі жұмыс сатысы төмендегідей. Жарықтың түсуі. Фотоэлементтің жарыққа сезімтал бетіне фотондар түседі. Энергияның жұтылуы. Егер фотонның энергиясы жартылай өткізгіш материалдың тыйым салынған аймағына жоғары болса, ол электронды қоздырып, оны валенттілік аймақтан өткізгіш аймаққа ауыстырады. Электрон кемтік жұптарының түзілуі. Осы кезде электрон мен кемтік жұптар пайда болады. Бұл тасымалдаушылар тізбекте тоқтың ағып өтуіне себеп болады. Төртінші, тоқтың пайда болуы немесе өткізгіштердің өзгеруі. Фотоөткізгіштің элементтерде жарық өткізгіштер арттырады. Фотогенераторларда жарық түскен кезде тұрақты тоқ көзі сияқты жұмыс істейді. Негізгі теңдеуі бұл мына формуламен берілген. HV тең болады А қосылған mv квадрат бөлінген 2. Бұндағы HV фотон энергиясы, А электронның шығу жұмысы, mv квадрат бөлінген 2 электронның кинетикалық энергиясы. Келесі, фотоэлементтердің түрлері. Фотоэлементтер қолдану мақсатына және жұмыс істеу қағидасына байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Біріншісі фотоэлектрондық элементтер немесе вакуумдық фотоэлементтер. Бұл элементтерде жарық фотондар немесе металл бетінде фотоэлектрондарды шығарады. Фотоэлектрондар вакуум ішінде анодқа қарай қозғалып, тоқ тудырады. Ерте кезде фотоаппараттарда және жарық детекторларында қолданған. Фотоөткізгіш элемент келесі. Бұнда жарықтың әсерінен жартылай өткізгішті артады. Жарық түскенде электрондар босап, өткізгіш
өткізгіш жақсарады, нәтижесінде тізбекте тоқ аға бастайды. Қарапайым жарық датчиктерде жарық шамдарын автоматты қосу жүйелерінде қолданылады. Үшіншісі, фотогенераторлық элементтер, күн батареялары. Бұл құрылғылар жарықтан электр қозғаушы күші туындырып, тоқ өндіреді. Фотоэлектрлік түрлендіру арқылы күн энергиясын тікелей электр энергиясына айналады. Негізінде бұл күн панелінің негізгі жұмыс элементі. Фотоэлементтердің қолдану аясы. Фотоэлементтер күнделікті өмірде де, өндірісте де кеңінен қолданады. Олардың көмегімен жарықты анықтауға, энергия өндіруге және әртүрлі автоматтандырылған процестерді іске асыруға болады. Бірінші, күн панельдерінде күн энергиясын өндіреді. Фотогенераторлық фотоэлементтер күн сәулесін электр тоғына айналдырып, экологиялық таза энергия көзінің ретінде қызмет етеді. Үйлерде, ғимараттарда, көліктерде, ғарыш аппараттарында қолданылады. Көше шамдарында автоматты басқарады. Көше шамдарында орнатылған фоторезисторлар күн батқанда жарық жетіспеушілігін анықтап, шамдар қосады. Таңертең күн шыққанда шамдар автоматты түрде сөнеді. Үшінші, фотоаппараттарда фотоэлементтер жарықтың қарқындылығын өлшейді. Бұл аппарат камераның экспозициясы автоматты реттеуге көмектеседі. Өнеркәсіп және тұрмыс техникада өндірістік роботтар мен автоматтандырылған жерлерде заттың болуын немесе қозғалысын анықтауға арналған, ақылы үй жүйелерінде жарық деңгейіне байланысты перделерді жарықтандыру немесе климатты басқару, медициналық жабдықтарда қолданылады. Бұнда жүрек соғысының жиілігін, қанттағы оттегі мөлшерін анықтау үшін инфрақызыл фотодетекторлар пайдаланылады. Артықшылықтары: жарыққа сезімтал, қарапайым құрылым, кернеу көзі қажет емес. Салыстырмалы кесте. Жұмыс қағидасы: фотодиодта жартылай өткізгіш ПН өткелі, фотоэлементтерде фотоэффект, вакуум немесе жартылай өткізгіш. Кернеу көзі фотодиодта қажет, фотоэлементте кернеу қажет емес. Жауап беру жылдамдығы: фотодиодта жоғары, фотоэлементте төмен. Қолданылуы: фотодиод байланыс, медицина, сенсорларда қолданылады. Фотоэлементтер күн панелі жарықтандыру автоматикада қолданылады. Қорытынды: фотоэлементтер жарықтың әсерінен электр сигналдарын тудыратын заманауи және маңызды құрылғылардың бірі. Олардың жұмыс істеу қағидасы жарықтың жартылай өткізгіш материалға әсер ету арқылы жүзеге асады. Бұл физика мен техника арасындағы ерекше байланысты көрсетеді. Фотодиод пен фотоэлемент екеуі де фотоэлектрлік эффект құрылысына негізделген. Негізгі айырмашылығы: ол фотодиодта ПН ауысуы бар, ал ол электрониканың құрылғылы жарық сенсор ретінде кеңінен қолданылады. Ал фотоэлемент көбінде жарық энергиясына, электр энергиясын түрлендіру үшін пайдаланылады. Бүгінгі таңда фотоэлементтерде күн энергиясын тиімді пайдалануға автоматты басқару жүйелерінде іске асырады. Жарықты дәл өшіруге, қауіпсіздік жүйелерінде жетілдіруге мүмкіндік береді. Түрлі салаларда кеңінен қолданылуы олардың сенімділігі мен функционалдығын дәлелдейді. Фотоэлементтерді түсіну тек электроника мен автоматика саласын меңгеру үшін ғана емес, сонымен қатар болашақта энергияны үнемдеу, ақылы технологиялық және жасыл энергетикалық бағытта жұмыс істеуге мүмкіндік беретін маңызды қадам.